Қойшыбек мүбәрак құбыжық екінші бөлім. Манағы қайт кейін деп баж ете қалған жігіт сүріне қабына ұйлығысып қалған топқа қарай ұшып келеді. Не пәле? Анық көре алмадың ба? Бала қайда? Елдар қайда? Менің құлыным! Деп жас келіншек бейберекет бажылдап анаған бір мынаған бір жүгіріп жүр. Өз үніне тұншыққан жігіт қақалып шашалып сөйлей алар емес. Алақтап жан жағына қарай береді. Бар айтқаны кім, кім, ана, кім, қолында орақ, басын шапты, басын, деп ежіктегеніне ешкім еш нәрсе ұға алмады. Кім ол? Ұғындырып айтсаңшы. Деп қаумаласқан жұртқа ары қарай еш нәрсе айта алмаған жігіт қалшылдап барып есінен танып қалды. Ұйлығысқан топқа қараңғы түнді жарып, шатынай жанған екі жанарын кірпік қақпай, сәлкем қадап тұрған құбыжықтың көзінен жап-жасыл бір от жарқ етті де, қолындағы баланың денесін аспанға қарай бірнеше рет бұлғап-бұлғап алған бетте қалың қарағайға қарай көз ілеспес жылдамдықпен зу етіп кіріп жоқ болып кетті. Қалың адамның ішінен басында аппақ жаулығы бар бір кемпір бар даусымен ойбайлап тамағынан қан әлі тоқтай қоймаған жігітке қарай көйлегінің етегіне шалына жүгіріп жетті де денеден бөлек сылқылдап бос қалған басты құшақтап өкіріп барып талып қалды. Жұрт сақтана басып талып қалған кемпірге қарай келе жатыр. Бақсы шалдың үйі енді айналғанын тоқтатып, әредік дүр етіп орнынан қозғалып қояды. Маран аға, ана кісі есінен танып қалды. Кемпірді өліктен бөлектеп алған жас жігіт шамасы 40-тардағы жігіт ағасының жеңінен тартты. Кемпірдің қасына келген еркек бақсының үйіне таяу жердегі сылдырап ағып жатқан бұлаққа барды. Тақиясымен су алмаққа суға батырып кеп қалғанда судың түбінен бір етсіз қос сүйек қол ұстап қалмаққа атып келе жатқанын көріп, барынша жылдамдықпен тақиядағы судың жартысын шайқалта төгіп, қолын тартып алды. Су шолп ете түсті де, қап-қараңғы болып, түк көрінбей қалды. Ішінен әлденені күбірлеген еркек жіті басып, кемпірдің қасына келді де, бетіне су бүрікті. Бақсы шалдың үйіне қарай жылыстап бара жатқан адамдарға әлгі еркек: Андағы бұлақтан алыс жүріңдер. Маңайына таяушы болмаңдар. деп айқай салды. Бұлақтың маңына жетіп қалған жұрт алқа қотан жапырыла кейін қашты. Бұлақтың бас жағын айналып, бақсының үйіне қарай ентелей түсті. Бар пәлекет осы шұңғыған шалда, деп әлдебіреу жерден бір кесек тасты алды да үйге қарай жіберіп қалды. Шатырдың қабырғасына тиген кесек тас дүңк ете түсті. Ішінен бүркіттің пышақтаған даусы естіледі. Сырттағы адамдардың бәрі жапа-тармағай бақсы шалды қарғап-сілеп, қолдарына ілінген заттың барлығын үйге қарай тарсылдатып жіберіп жатыр. Үй ішінде қабырғадан қабырғаға соғылып, бауыры саржағал үлкен қара бүркіт тоқсаусыз пыштақтатып айналып ұшып жүр. Отты жанары жарқ-жұрқ етіп көз кірады. Үйдің тура ортасында сақалы белуарына түскен шамасы 70 жастан асқан шал әппақ дамбал жейдемен лаулай жанған оттың алдында көзін тарс жұмып, ерні тоқтаусыз шыбырлап, күбір-күбір етіп отыр. Шал жуандығы сұқ саусақтай қарала арқан мен сарала қамшының сабын беліне салып бұрап отыр. Белі үзілуге шақ қалған, қылдырықтай ғана болып тұр. Шал арқанға көлденең салған қамшыны бұраған үстіне бұрай түсті. Жалғасы бар.